Bugünkü sabahımızda biz Balburan kuyunun 3. bölümünü öğrenетін bolamız. Yani bu son bölümü. Aldığımız sabahlarda biz 1. және 2. bölümün, yani 28 qatarını öğrenген bolatımız. Bugünkü 26. qatarımız, yani bu Balburan kuyunun sağası. Әр күйдің сағасы болады. Бұл Балбыран күйінің сағасы. Сағасы дегеніміз ол домбыраның астыңғы бөлігінде ойналатын күйдің бір бөлігі. Яғни кескен күйдің бір бөлігі, ол ортасында кездесуі мүмкін, ол соңында кездесуі мүмкін. Бізде Балбыранда ол соңында кездесіп тұр. Келесі, енді бізде 3. бөлім бастаймыз. Ол 29 қатар 14 пендеден басталады. Тек астыңғы шекте ойналады, көбінесе үстіңгі шек қосылған кезде мен айтатын боламын. 14 бізде бұл жерде 5 қағыс қағамыз, және соңғы 5-ші қағыс жоғары 16-ға ауысамыз. 14-тен 5 қағыс қағамыз. 16 жоғары, және 17 бізде 5 қағыс, және бұл жерде де 5-ші қағыс жоғары 16-ға ауысамыз. Келесі 19. Бұл жерде де 5 қағыс, 5-шісі 16-ға ауысамыз. 2-ші саусақпен. 19 4-ші саусақпен аламыз. Келесі 30-ші қатар 17 қайтадан 5 қағыс, 5-шісі енді 14-ке ауысамыз 1-ші саусақпен. 17-нің өзі 3-ші саусақпен ұстаймыз. Келесі бізде 16, және соңғы 5-ші қағысы 14-ке ауысамыз. 16-ны 2-ші саусақпен аламыз. Және ашық. Яғни 5 қағысымызда 0-0 біздің ол ашық деген сөз білдіреді. Келесі бізде 31-ші қатарымыз қайтадан 14 қайталаймыз, яғни. Және 5-ші қағыс 16 жоғары. 17 келесі. 5-ші қағыс 16. Және 19. Осы жерде тұрып, біз екі такт, яғни ол бізде 5 қағыстан 10 қағыс қағуымыз керек. Бізде 10 қағыс болды. Келесі бізде енді үстіңгі шек қосылады, бірақ бас бармақпен алмаймыз, біз 1-ші, 2-ші және 3-ші саусақтардың көмегімен алатын боламыз. 19 тұра береді астында, ал үстіңгі шекте 14 1-ші саусақпен аламыз. Және бұл жерде 5 қағыс, 5-шісі 16-ға ауысамыз 2-ші саусақпен. Келесі 17 бізде, бұл жерде 5 қағыс, 5-шісі 16-ға ауысамыз. Келесі 17, бізде қайтадан 17. Бұл 33-ші қатарымыз. 38-ші қатардың соңында біз 17, 17, 16 деп бітірдік. 33-ші қатардың басында 17, 17, 14 жоғары. Келесі бізде 16. 5 қағыс, және 5-ші ашық, яғни 0. Дәл осыны қайталаймыз. 16 жоғары, және 17. 16, 17, 14, және 16. Ашық. Бұл бізде 34-ші қатарымыз болатын. Келесі 35-ші қатарымыз 19-да 19, яғни 4-ші және 3-ші саусақтардың көмегімен басамыз. Және 5 қағыс, 5-шісі 14-ке ауысамыз 1-ші саусақпен. Келесі 16 бізде 5-ші қағысымыз ашық. Келесі бізде 19-да тұрамыз. Тек енді астыңғы шектерде енді бұл жерде төмен ойнаймыз. Төмен. Келесі 16 бізде 2-ші саусақпен жоғары. Келесі бізде 17, 17, 2 төмен жоғары 3-ші саусақпен. Бұл бізде 35-ші қатарымыз. Енді келесі бізде 36-ші қатарымыз. 16, 2-ші саусақпен. 14 жоғары 1-ші саусақпен. 16, 16, 2 рет. Және 0 ашық. Астыда үстіде ашық. Және 2 рет. Екеуі де төмен. Келесі 17 жоғары. 16 төмен.
14 жоғары, және 16, 16 2 рет. Тағы да 2 рет ашық, төмен, төмен. 17 жоғары, 16 төмен, 14 жоғары, және 16 2 рет төмен жоғары. Келесі бізде ашық 2 рет, және 19 4-ші саусақпен. Келесі тағы да 19 төмен, және 14 1-ші саусақпен жоғары. Келесі 16 2 рет төмен жоғары. Бұл бізде 37-ші қатар болатын. Келесі 38-ші қатарымыз тағы да 2 рет ашық. 0 0. 17 жоғары, 16 төмен, 14 жоғары 1-ші саусақпен, 16 төмен жоғары 2-ші саусақпен. Және келесі бізде 0-0 ашық. Бұл жерде 2 рет төмен емес, төмен жоғары 2 рет. Келесі 19-19 төмен жоғары. Келесі бізде 30-ші қатарымыз 3-ші саусақпен 17-ні аламыз. Төмен 16 жоғары 2-ші саусақпен, 14 1-ші саусақпен төмен, қайтадан 16 2-ші саусақпен жоғары, және 17 3-ші саусақпен төмен жоғары. Және дәл осылай шығамыз үстіге қарай. 16 14 12 төмен, 14 жоғары, және 16 2 рет төмен жоғары. Және келесінде үстін ұстаймыз. Үсті 12, асты 14. 14, 12, 10, 12-де 12 жоғары, және 14-де 12 төмен жоғары. Келесі тағы шығамыз 12-де 10-ға. 12, 10, 9, 10, 12, 12. Келесі 10-да 9. Бізде 3-ші саусақ ұстаймыз. 3-ші саусақпен 10 ұстаймыз. Үстінде баспанық 1-ші саусақ. 9, 7, 9, 10, 10, 9-да 7. 7-де 5. 5-де 5, 4-де 5, 5-де 5, 7-де 7. Бұл бөлігіміз бізде бірінші бөлімде де, екінші бөлімде де бар. Сол үшін мен бұны тез-тез ойнап кеттім. Түсінбесеңіздер қайталап қараңыздар, тоқтатып қойып. Келесі бізде 2, яғни үсті ашық. Бұл да бізде бірінші бөлімде де, екінші бөлімде де қайталанған. Үшінші бөлімде тағы да соңғы рет қайталанған. Біздің үшінші бөліміміз аяқталады. 2, 2, 4-те 5, 5 лига. 5, 5-те 5, 4, 2, 4, 4, 5 лига. 5, 5-те 5 жоғары, 4-те 5, 2, 4, 4, 5 лига. 5, 7-де 5 енді. 7, 2, 4, 4, 5 лига. 5, 5-те 5, 4, 2, 4, 4. Келесі бізде 7, яғни астыңғы шек 0, төмен жоғары. 10-да 7, төмен жоғары. 9, 7, 5, 7, 9, 9, 7, 5, 4, 5, 7, 7, 2, 2, 4-те 5, төмен жоғары. Және келесі 4-те 4, бас бармақ, екінші саусақпен төмен жоғары. Және 2-де 4, астында 4, үстінде 2 бас бармақпен. Төмен, төмен, және жоғары. 2-де 2. Және ашық. Төмен, жоғары. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Яғни соңында 5, бізде 5 қағысымыз ойналады. Және ең соңында аяқтаймыз бір қағыспен төмен. 5. Осымен біздің үшінші бөліміміз, және балбырам күйіміз аяқталады.